Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін сендермен өтетін тақырыбымыз сөйлем тақырыбы. Өткен тақырыптарды YouTube-тан көрсеңіздер болады. YouTube-тан менің каналымнан көрсеңіздер болады. Бүгін сіздермен сөйлем тақырыбын өтеміз. Сөйлем дегеніміз не? Сөйлем дегеніміз біршама тиянақты ойды білдіретін сөз тобын не дейміз? Сөйлем дейді екенбіз. Яғни бірнеше сөз тіркесіп, тиянақты бір ойды білдіру керек сөйлем болу үшін. Солай. Сөйлем айтылу мақсатына қарай төртке бөлінеді. Біріншісі хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, бұйрықты сөйлем және лепті сөйлем болып төртке бөлінеді екен. Хабарлы сөйлем дегеніміз не? Хабарлау, баяндау, немесе суреттеу мақсатында айтылған сөйлемді біз хабарлы сөйлем дейді екенбіз. Хабарлы сөйлем соңында қандай тыныс белгі қойылады? Әрине нүкте қойылады екен. Мысал айтатын болсам, ертеңіне ол ақсақалмен ұзақ әңгімелесті. Яғни оның ақсақалмен ұзақ әңгімелескені туралы не істеп тұр? Жай ғана хабарлап тұр екен. Сөйлемнің соңында нүкте қойылып тұр. Ақырын соққан самал шалқар көлдің ақша бетін аймалап сүйгендей болады. Бұл да бір нәрсені не істеп тұр? Суреттеу мақсатында, сөйлем суреттеу мақсатында айтылып тұрғандықтан сөйлем соңында нүкте қойылып тұр екен. Бұл да хабарлы сөйлем. Екінші түрі сұрау